Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым. Сіздермен Бибігүл Жұмабекқызы нутелламен дайындалатын осындай тәттінің рецептісімен бөліскім келеді. Мына жақ шетін менің қызым видеоға түсірместен бұрын шыдай алмай жеп қойды. Өте дәмді шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер, және де өте оңай десе де болады. Ол үшін құрғақ ашытқыға жылы суды қосып араластырып аламыз. Үстіне сұйық майды қосып және жұмыртқаның ағын қосып жақсылап тұрып тағы да араластырамыз. Барлығын міндетті түрде өлшеп жасаңыздар, сол кезде сіздерде де күшті болып шығатын болады. Үстіне қантымызды қосамыз. 4-тен 1 шай қасық тұзымызды қосамыз. Және де ұнды қосып жақсылап тұрып қамыр илейміз. Илеген қамырымызды жып-жылы жерге 40 минутқа қалдырамыз. Бетін міндетті түрде жауып қойыңыздар. Қырық минуттан соң қамырымызды аламыз да теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Әрқай бөлікті осылай домалатып өзімізге жазуға ыңғайлы етіп аламыз. Және де 4 бүп-бірдей қамыр, домалақ қамыр жазып шығамыз. Көлемі шамамен 22-24 диаметрлі болуы қажет. Қамырды жазып болғаннан кейін формамызға салып, қамырды саламыз, кейін үстіне нутелламызды жағып шығамыз. Және солай қайталаймыз: қамыр, нутелла, қамыр, нутелла. Бір ас қасықтан салсаңыздар жеткілікті. Бетіне қамырды салып, ортасына осындай рюмка сияқты ыдысымызды қойып, жан-жағын кесіп шығамыз. 4 бөлікке бөліп, әр бөлікті 3 бөлікке бөлесіздер. Шетін қайырып шықсаңыздар болады. Жұмыртқамыздың сарысын жағып, 180 градуста 30-35 минуттай пісіретін боламыз. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.